Meyramдарды еш өткіземіз. Бүкіл дүниемізді саламыз. Бірақ азғантай мұсылмандардың Мақтаарал ауданы Мырзакент қалашығы жерлестеріміздің көңілі көтерсін. айт намаз. Бірақ үлес қосып атқан осы Мақтаарал ауданы тұрғындары, ағаларымыз, бауырларымыз, інілеріміз. Міне Құдай қаласа, биылғы жылы осы қасиетті ораза айын ерекше өткізейік. Өйткені қанша қаза болған адамдар бар. Ол жерге барып Құран оқып, қайыр емес мақсатымыз. Ол кісілердің барып көңілін көтеріп кету ғой. Құран оқыған жерде береке болады, құрметті жамағат. Құран оқып, дұға жасап, Аллах Тағала осы үйге бұдан кейін жақсылық, қуаныш болын, той болын нәсіп болсын деп жақсы ниет айтып, өйткені мұсылмандардың жасаған дұғасы иншалла. Міне Құдай қаласа осы айт намаз болғаннан кейін құрметті жамағат, сыртқа барлықтарымыз осы іс-шараны өткізейік. Бірінші мешіттен бастайық, кейін Құдай қаласа өзіміздің бірінші ата-аналарымыз болса, болмаса туған туысқандарымыздан, ағайын туысқандарымызға нағашы бар, көрші қолаң бар, барлықтарымды осы айдың мерекесін иншалла жоғары деңгейде өткізейік. Аллах Тағала баршаларыңыздан разы болсын. Аллах Тағала сіздер мен біздерді келесі жылы қасиетті Рамазан айына аман есен 4 көзін түгел жеткізуге нәсіп етсін, құрметті жамағат. Аллах Тағала дұға тілектерімізді қабыл етсін.